Ассалаумағалейкум. Бүгін 12 мамыр бейсенбі. Алдарыңызда мен Ғани Өтепбайұлы жарты сағат бойы тік тұрып, бүгінгінің ең маңызды оқиғаларын, қорытынды жаңалықтарды айтып берем. Ендеше алда көретіндеріңіз. Ақтөбеде жер кодексінің нормаларын жіті түсіндіретін колл орталығы ашылды. Енді кез келген азамат осы мәселеге байланысты өзін мазалаған сауалын жолдап, оған тұшымды жауап ала алады. Шымкент көшелерінде мүмкіндігі шектеулі жандардың жүріп тұруына жағдай жасалмаған. Мәселе шешімін қашан таппақ? Жергілікті билік не дейді? Екі қолға бір күрек. Елордада бос жұмыс орындарының жәрмеңкесі өтіп жатыр. Елдегі қолдауға мұқтаж салаларды демеп, жас ғалымдар мен отандық өнертапқыштар идеяларын іске асыруға көмек көрсету қажет. Әлеуметтік жобаларды қолдау арқылы мемлекет жаңа табысы механизмдерін табуы тиіс. Бүгін тұңғыш президент қоры басшылығын қабылдаған Нұрсұлтан Назарбаев осындай тапсырма берді деп хабарлайды Ақорда. Мемлекет басшысы қор жұмысы ғылыми зерттеу бағытында өрбіп, аталмыш салаға қатысты нақты жоспар жасалуын міндеттеді. Бұл іске халықаралық және отандық сарапшылар тартылуы тиіс. Олар ішкі экономикалық ахуалды толық зерттеп, үкімет пен дағдарысқа қарсы тың идеялармен бөлісулері керек деді елбасы. Фонд должен начинать нормально работать сейчас. Должен быть план работы на каждый год, перспективный план работы. И направленность фонда – это научная. Исследовательская работа фонда важная. Исследовательская работа с мировыми экспертами, своими экспертами. Состояние дел внутри Казахстана экономическое, политическое, международное. Да? 3. И безопасность 4. Фонд своими разработками помогает государству, правительству, давая исследования свои, креативные мысли и предложения. Параллельно мы работаем по благотворительности, поддержке молодежи, социальные проекты. Помогать талантливой молодежи – очень хорошее дело. И стипендии назначать, конкурсы и молодым ученым. Мы видим, что это перспективно, потому что открытия не всегда сразу могут дать отдачу. Как раз надо позволить, так работают на Западе. Елбасының тапсырмасына сәйкес жер реформасы бойынша комиссия құрылды. Бұл туралы үкімет басшысының бірінші орынбасары мәлімдеді. Арнамызға сұхбат берген Бақытжан Сағынтаев оған 75 адам енгенін айтты. Олар Сенат пен мәжіліс депутаттары, үкімет мүшелері, мемлекеттік органдардың саяси партиялар мен агробизнес өкілдері, ғалымдар мен азаматтық белсенділер. Комиссияға барлық өңірлердің өкілдері қамтылды. Біз еліміз үшін, оның бейбіт болашағы үшін алаңдайтын азаматтарды ынтымақтасуға шақырдық. Халықты барынша қамту үшін облыстық әкімдіктің жанынан құрылған қоғамдық кеңестер жұмысқа жұмылдырылатын болады. Комиссия біздің азаматтарымызды барынша пікірталастар барысы туралы дұрыс ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдары режимінде ашық түрде алу үшін жұмыс істейтін болады. Бұдан басқа да арнайы жер туралы .kz порталы іске қосылды. Онда комиссияның жұмысы туралы барлық ақпарат ашық түрде орналастырылатын болады. Мұнда қолданушылар өздерінің көкейтесті сұрақтарын қойып, ұсыныстарын қалдыра алады. Бұған қосымша арнайы колл-центрде жұмысын жасайтын болады. Алғашқы отырысымыз Астана қаласында 14 мамыр күні өткізіледі деп жоспарлануда. Бұған қосымша біз өңірлерде де осындай өзіміздің отырыстарымызды өткізетін боламыз. Ақтөбе өңірінде бүгіннен бастап жер кодексінің нормаларын жіті түсіндіретін колл орталығы іске қосылды. Мақсат жұртшылыққа жер заңнамаларын жан-жақты түсіндіріп, толық мағлұмат беру. Яғни облыстың кез келген тұрғыны экрандағы мына жедел желіге хабарласып, өзін мазалаған сауалға тұшымды жауап ала алады. Жалпы бұл үрдіс басқа өңірлерде де жалғасын тауып жатыр. Тақырыпты тілші сабақтайды. Сәлеметсіз, колл-центр операторы Айжан Инсанбаева тыңдап тұр. Сұрақтарыңыз бар ма? Ертіс өңірінде осындай орталық алғашқы қоңырауларын мамырдың басынан бері қабылдауда. Шұғыл байланыс орталығы таңғы 8-ден кешкі 8-ге дейін жұмыс істейді. Бұл іс жер кодексінің 4 нормасына енгізілген мораторийден соң бірден қолға алынды. Орталықтар жұмысын демалыссыз жүргізеді. Колл-центрге көбінесе түсетін жер мәселесі негізінен ауыл шаруашылық жерлер туралы, оларды ауыл шаруашылық жерлер туралы жалға берген уақыттарының ұзартуы
қалай ұзартуға болатындығы сол туралы түсініктеме беріледі. Одан басқа жер пайдалану мақсатын қалай өзгерту туралы нысандарын, олар туралы тағы да көп сұрақтар, бұл көпшіліктің ойында жүрген сұрақтар деп ойлаймыз. Ақтөбе облысында ашылған орталықтар да осындай жүйеде жұмыс жасауда. Шұғыл желінің іске қосылғанына шамалы уақыт болса да, қоңырау шалушылар көп. Мәселен, 2 тәулік ішінде 50-ден астам қоңырау түскен. Өңірде бүгінде ауыл шаруашылық мақсаттағы 27 миллион гектар жер бар. Соның 9 миллион гектарынан астамын 4367 шаруа қожалығы мен 392 серіктестік пайдалануда. Байланыс орталығында қазір біздің негізгі мамандарымыз отыр. Барлық сұрақтарға, жер мәселесіне туындаған сұрақтар бойынша барлық сұрақтарға жауап беріліп жатыр. Қоңыраулар түсіп жатыр. Негізінен ауыл шаруашылық жерлері бар, жеке тұрғын үй құрылысының жерлері бойынша және тағы да басқа да сұрақтар бойынша, жер мәселесі бойынша сұрақтар туындау. Павлодар өңірінде ауыл шаруашылығы мақсатындағы 12 миллион гектардан астам учаске бар. Бұл алқаптардың игілігін 3195 фермерлік және шаруа қожалығы көруде. Билік пен шаруалар арасындағы байланысты күшейту үшін елімізде жер кодексіне енгізілген өзгертулерді түсіндіру мақсатында сарапшылардан комиссиялар да құрылмақ. Демек, бұл бағытта тың жұмыстар атқарылмақ. Ақмарал Есімханова, Нұргүл Қонақбаева, Айнадин Молдабеков, Марат Игіліков және Алексей Амельницкий. Қорытынды жаңалықтар. Жер реформасының бойынша құрылған комиссия қатарында қоғамдық кеңес мүшелерінің болуы дұрыс шешім. Олар облыс, қала, аудан, тіпті ауылдық жердегі тұрғындармен де тығыз жұмыс жасайды. Демек, жерге қатысты талқылауға өңірлерде толықтай тартылады. Парламент мәжілісінің депутаты Нұрлан Әбдіров осындай пікірін білдірді. Оның сөзінше, бүгінде еліміз бойынша барлық деңгейдегі қоғамдық кеңестерді құруысы аяқталды. Бұл ұйымда халыққа мейлінше жақын әрі жанашыр азаматтар еңбек етеді. Бірлестік мүшелерінің 3-тен 2 бөлігі ел ішінен сайланғандар. Шығыс Қазақстан облысындағы үкіметтік емес ұйымдар көшпелі топ құрды. Олар өңірдегі білім беруде ұстаздар мен ата-аналарды қандай мәселелер толғандыратын талқылап жатыр. Осы орайда қоғамдық кеңес мүшелері атқарушы билік пен халық арасына дәнекер болуы шарт. Сонда ғана елдегі барлық сала бір-бірімен сабақтаса дамиды. Өңірдегі тілшіміз Олжас Керейхан тарқатады. Как у вас с учебниками? Да, с учебниками у нас все в порядке. Дополнительный заказ требуется? Қазір ұстаздарды кейбір оқулықтардың мазмұны толғандырады. Берілетін тапсырмалар жүйеленбеген, әсіресе шет тілі пәндерін жедел әрі жеңіл үйрететін әдістемелік қосымшалар аз. Я учитель английского языка. Ағылшын тілі пәні мұғалімдер үшін бұрын проблема көп болды. Жан-жақты қамтылған сапалы оқулық жетіспейтін. Дегенмен соңғы жылдары бұл мәселе біртіндеп шешіле бастады. Енді мультимедиалық кабинеттерді техникалық жағынан жақсы жабдықтау қажет. Өйткені шет тілін үйретуде ол өте маңызды. Өскемендік қоғамдық кеңес мүшелері 2 аптаның ішінде қаладағы 50-ге жуық мектеп таралап, ұстаздардың пікірін тыңдап шықты. Біз ертең жергілікті атқару басшыларына білім басқаратын осы қалалық облыстық департаментке айтамыз, қандай кемшіліктер бар. Жыл сайын оқу жылы басталарда ата-аналар мектеп формасын іздеп ала шапқынға түседі. Сондықтан облыстық білім басқармасы биылдан бастап қанат қақты жобаны қолға алды. Оқушылардың мектепке киетін киімдерін фабрикалар облыстағы кәсіптік колледждермен бірігіп тігеді. Яғни тігін цехтары алған тапсырыстардың бір бөлігін колледждегі 2-3 курстың студенттері дайындайды. Нәтижесінде ата-ана артық шығындалмайды. Бірнеше тігін фабрикасы жеке кәсіпкерлер осы жобаға өз қызығушылықтарын білдіріп отыр. Сонымен қоса қазіргі таңда колледж бен сол кәсіпкерлер қазір өздерінің есептеулерін жүргізу арқылы мектеп формасының бағасының төмендеу деңгейін анықтауда. Облыстағы шәкірттер 3 ауысымда оқитын әлі 2 мектеп бар. Атқарушы билік бұл білім ошақтарының мәселесін келер жыл толық шешуді жоспарлап отыр. Оның орындалуын қоғамдық кеңес мүшелері қадағалайды. Олжас Керейхан, Аслан Төлепов, қорытынды жаңалықтар, Шығыс Қазақстаннан. Өзге де тақырыптар. Астанада бос жұмыс орындары жәрмеңкесі өтті. Шара барысында 40-қа жуық компания өкілдері 260 вакансия ұсынды. Ешқандай мамандығы жоқ қала азаматтары 3 айлық қайта даярлау курстарына жіберілді. Оларға мемлекет тарапына стипендия төленеді. Қазір елордада 16 түрлі маман даярлау курстары бар. Бұл жұмыспен қамту 2020 жол картасы аясында жүзеге асырылып жатыр. Айта кетейік, жыл басынан бері Астанада 2195 азамат еңбекпен қамтылған. Ал қаладағы жұмыссыздық деңгейі 4%-дан асады.
Жалпы бізге жұмыспен қамту орталығына кез келген азамат келуге болады. Тұрғылықты мекен жайы Астанада болмаса да, біз әрине оларға жұмыс ұсынамыз. Ал егер нақты бір мемлекеттік қолдаумен бару үшін ол тегін оқыту, жастар практикасы, оларға әрине қалада прописка болу керек. Жұмыспен қамту демекші, ұлттық экономика министрлігінің статистика комитеті ұсынған мәліметке сәйкес қазір республика бойынша 8,5 миллион адам еңбекпен қамтылған. Ал еліміздегі жұмыссыздар саны 439.300 адамды құрайды. Қазір бос жұмыс орындардың жәрмеңкесі мемлекеттік орган, бизнес саласы мен халық арасында көпірге айналған. Мұндай шара арқылы жұмысқа орналасу көрсеткіші бойынша Шығыс Қазақстан облысы көш басындап тұр. Бұл тізімде оңтүстік Қазақстан, Алматы, Маңғыстау, Ақтөбе, Жамбыл, Солтүстік Қазақстан және Павлодар облыстары жалғайды. Еңбек кодексіне енгізілген түзетулер мен толықтырулар енді жалпақ жұртқа түсінікті болмақ. Жаңадан жарыққа шыққан Қазақстан Республикасы Еңбек кодексі. Баптар бойынша практикалық түсіндірме кітабында жұмыс беруші мен қызметкердің құқық міндеттері қарапайым тілмен мысал келтіріле отырып жазылған. Мәселен, Еңбек кодексінің жұмыс берушіге дағдарыс жағдайында еңбек шартын бұзуға, қайта түзуге және зейнет жасына жеткен қызметкермен еңбек шартын бұзуға құқық беріледі деген тұсы халық арасында үлкен дау тудырғаны белгілі дейді түсіндірме кітапты жазған ғалымдар мен заңгерлер. Бұл мәселеге кітапта егжей-тегжейлі түсінік берілген. Сондай-ақ еңбек қатынастары, еңбекті қорғау мен оның қауіпсіздігін реттейтін нормативті құқықтық актілер нақты түсіндірілген. Айта кету керек, бұл кітап заңды құжат болып саналмайды. Бұның ішінде әрбір бапқа, әрбір тармаққа осы мына ғылыми қызметкерлер мен басқарған осы қызметкерлер мүмкіншілігінше халыққа түсіндіру, әрбір бапты қалай оқу керек, қалай түсіну керек деген мысалдар келтіріп тұрып осында жазылды. Жұмыскерлер, қызметкерлеріміз дұрыстап оқыса, ешкімде ешқандай сұрақ туындамайды деген сөз. Жұмыскер қызметін істеп, міндетін толық атқарып жүрген болса, онdan да қорқатындай, қиналатындай ештеңе жоқ. Осы туралы сияқты мәселелер ашық жазылған. Жаһаннан бірер ақпар. Бельгия астанасы Брюссельде және Валония өңіріндегі түрмелердегі тәртіпті уақытша әскерилер бақылауға алды. Оған 2 аптадан бері өтіп жатқан түзеу мекемелері бақылаушыларының наразылық шаралары себеп. Олар зейнет жасының ұзартылуы мен жұмыс кестесінен тыс кезекшілікке қарсылық танытуда. Сонымен қатар биліктен кадр мәселесіне жете көңіл бөлуінде талап етіп отыр. Наразылықтың алғашқы күнінде түрмені полицейлер күзеткен. Енді Теміртордағы тәртіпті 180 әскери қадағалап отыр. Сарапшылардың пікірінше қауіпті қылмыскерлер отырған түзеу мекемесін бақылау үшін олардың тәжірибесі аз. Елдің әділет министрлігі бірқатар жеңілдіктер жасағанымен, Бельгия билігімен ашуға мінген бақылаушылар ортақ мәмілеге келе алмай отыр. Түрмелердің бірінде тұтқындар 9 шаршы метрлік камерадан 5-6 күн бойы шыққан жоқ. Олардың қазіргі жағдайын түсіне аласыз ба? Сондықтан іске полиция мен әскерилер араласып тұтқындардың далаға шығуына және туыстарымен хабар алмасуына мүмкіндік берді. Бірақ олардың жағдайы әлде қиын. Айлықтың орнына балапан. Өзбекстанның Нүкс ауданында ақшаның жоқтығынан мұғалімдерге тауық балапандар үлестірілді. Централ Азия сайтының хабарлауынша біраз уақыттан бері жалақы көрмеген ұстаздарға балапан 2 есе қымбат бағамен берілген. Былтыр оқытушыларға еңбекақы картоп, сәбіз және асқабақпен төленіпті. Көрші елде қазір қолма-қол ақша тапшы. Салдарынан адамдар зейнетақы мен айлықтарын ала алмай жүр. Ал өндірісінің қарқыны саябырсыған өзбек энергия жұмысшыларына компания шығаратын шамдарын сатып алуды міндеттеген екен. Бүгін Лондонда жемқорлыққа қарсы халықаралық саммит өтті. Оған әлемнің 40-қа жуық мемлекетінен делегаттар қатысты. Жиында сөз алған ақш-тың мемлекеттік хатшысы Джон Керри жеңішінен жалғасқан әрекеттердің мемлекетке терроризммен кем зардап тигізбейтінін айтты. Жалпы форумда жемқорлықты ауыздықтау бойынша халықаралық серіктестікті нығайту, ұрланған активтерді елге қайтару, қаржы операцияларының қадағалануы сынды өзекті проблемалар талқыланды. Саммиттің қорытындысы бойынша Ұлыбритания, Франция, Швейцария және тағы 7 мемлекет жемқорлыққа қарсы халықаралық орталық құратын болды. Бұл жоба келесі жылдың мамыр айына дейін жүзеге асуы тиіс.
Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрінің Нью-Йорктегі жұмыс сапары аяқталды. Біріккен ұлттар ұйымының штаб пәтерінде Ерлан Ыдырысов бірқатар кездесулер өткізді. Сонымен қатар жаһандық қауіпсіздікке арналған халықаралық жиындарға қатысты. Ондағы мақсат Қазақстан президентінің бастамаларын Біріккен ұлттар ұйымы аясында жүзеге асыру. Арнамыздың ақштағы тілшісіне берген сұхбатында Ерлан Ыдырысов өз сапарын қорытындылап, Нью-Йорк төріне жиналған саясаткерлердің елбасы үндеуіне назар аударғанын айтты. Көптеген мамандар мемлекет басшысының соғысқа қарсы күрес жариялағанын атап өтіп жатыр. Әрине, оның күрмеуі көп, күрделі мәселе екенін барлығы түсінеді. Дегенмен 21 ғасырда қақтығыстар мен соғыстан ада, даму және гүлдену ғасыры етуге деген ұмтылыс бар. 2045 жылы Біріккен ұлттар ұйымының құрылғанына 100 жыл толады. Сол уақытқа дейін елбасы көрсетіп берген мақсаттар мен міндеттердің жүзеге асуына әлем елдері мен саясаткерлері белсене араласады деген үміт бар. Жаңалықтарымыздың келесі бөлімнен көретіндеріңіз. Қазақстан Ресей шекарасында мұнай өнімдерін заңсыз тасымалдағандар ұсталды. Күдіктілер жалған құжатпен бензин және дизельді көрші елге асырмақ болған. Шымкент көшелерінде мүмкіндігі шектеулі жандардың жүріп тұруына жағдай жасалмаған. Мәселе шешімін қашан таппақ? Жергілікті билік не дейді? Еліміздегі монополияға қарсы заң жобасы өзгереді. Бүгін ол құжатты депутаттарға ұлттық экономика министрінің орынбасары Айдар Әріпханов таныстырды. Айтуынша, онда нарықтағы компаниялардың жұмыс істеу тәртібі мен бәсекелестікті дамыту бойынша тетіктер қамтылған. Мәселен, бұдан былай комитет төрағасы ең ары дегенде 4 жылға ғана сайланады. Бұл жұмыс тиімділігін арттырып, салаға жаңашылдық әкелуге ықпал етеді дейді вице-министр. Сонымен қатар монополист деген сөздің өзі басқа мағынада түсіндіріледі. Жаңа заң экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына кіру мақсатында жасақталып отыр. Құжат әлі де жан-жақты талқыланады. Қазір бізде монополист деп нарықта 50% үлесі бар компанияларды атайды. Бірақ батыс елдерінде олай емес. Олар компания үлесінен өзге халық арасында сұранысты есеп қалады. Мәселен, бір мекеменің салмағы 10% ғана болғанымен әлеуеті көп бағыттарды қамтып, сұраныста болса, оны да монополист деп атай алады. Заңда біз осы жүйені ескердік. Ресей федералды жиналысы федералды кеңесінің төрайымы Валентина Матвиенконың сапары бүгін Орал қаласында жалғасты. Мәртебелі мейман алдымен облыстық әкімдікте өткен кеңеске қатысты. Парламент сенатының төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев ашқан жиында Қазақстан мен Ресей арасындағы әріптестік сөз болды. Мейман өңірдегі этно-мәдени бірлестіктердің жұмысымен танысып, достық үйінде Қазақстан Халқы Ассамблеясының мүшелерімен кездесті. Екі ел арасындағы ынтымақтастық пен шекаралас аймақтарды дамыту жайы да талқыланды. Осыдан соң Пушкин атындағы музей мен облыстық тарихи өлкені тану мұражайын аралап көріп, Тақсай қорымнан табылған құнды жәдігерлерді тамашалады. Мы обсудили самый широкий спектр вопросов. Екі ел арасындағы іскерлік қатынастар мен Еуразиялық экономикалық одақ аясындағы интеграциялық мәселелер одан әрі қарайда тереңдей түседі деген сенімдеміз. Қазақстан мен Ресейдің ғасырлардан ғасырларға жалғасып келе жатқан достығы мен мәдени байланыстарын арттыруға атсалыса бермекшіміз. Тарихы тереңде жатқан көне сәулет ескерткіштеріне бай Оралдай өндірісті қалаға келуіміздің де бірден-бір себебі де осы. Көкшетау мемлекеттік ұлттық табиғи паркінде туризм дамытуға инфрақұрылымның жоқтығы кедергі болып отыр. Ал Алматы облысының құтқарушылары 5 тәулік бойы адасып жүрген шетелдік туристерді тапты. Аймақтардағы өзге де жаңалықтарға тоқтала кетейік. Маңғыстаулық сот орындаушылар сотталған азаматтардың бағалы мүліктерін тәркіледі. Олардың қатарында 10 автокөлік, жүрдек қайықтар мен бірнеше тонна болатын контрабандалық киім-кешек тұрмыстық техника да бар. Сот үкімімен соң мүлік аукционға шығарылады. Еліміздің Алтай өлкесімен шекаралас тұсында заңсыз тасымалданған мұнай өнімдерінің ірі партиясы тәркіленді. Алтай кеденшілерінің есептеуінше жанар-жағармайдың жалпы құны 7 миллион рубльден асады. Ақпарат бойынша бензин мен дизель отынын тиеп келе жатқан жүк көлігі Қазақстан-Ресей шекарасында тоқтатылған. 34 жастағы көлік жүргізушісінің рұқсат құжаттары да жалған болып шыққан. Ал Көкшетау мемлекеттік ұлттық табиғи парк аумағында туризм дамытуға инфрақұрылымның жоқтығы кедергі болып отыр. Парк қызметкерлерінің айтуынша, зеренді демалыс аумағы күре жолдың бойында орналасқандықтан жақсы дамып келеді. Алайда Шалқар көлі мен Имантау аймақтарында жағдай нашар.
Алматы облысының құтқарушылары 5 тәулік бойы адасып жүрген 2 шетелдік туристі тапты. Құтқарушылар оларды Көксу өзенінің шатқалдарын тікұшақпен қарау кезінде байқаған. Мамырдың 2 күні ресейлік туристік топ Кербұлақ ауданындағы таулы жоталарды жаяу аралауға шыққан. Жолда 2 турист топтан көз жазып қалған. 73 жыл бойы жатқан жері белгісіз болып келген жауынгердің сүйегі туған еліне жеткізілді. Ұлы Отан соғысы кезінде Ұрсалы даласында қалған оңтүстік қазақстандық Мақаш Тәжібаевтың сүйегін жақындары Бәйдібек ауданы Мыңбұлақ ауылына қойды. Хабарымызды жалғастырамыз. Оңтүстік Қазақстан облысында биыл сапасы жақсы және қанағаттанарлық жолдың үлесі 64%-ға жетеді. Өйткені 574 шақырым автомобиль жолы мен 24 шақырым аяқ жолдың құрылыс жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Ал Шымкентте мүмкіндігі шектеулі жандардың жүріп тұру үшін жағдай жасалмаған. Осы облыстағы тілшіміз Әбдез Рахманұлының бейне материалы. Мына жолдың бәрі қаланың ортасы. Бірінші топтағы мүгедек Мақсат Сәрсенбаев азаматтық ұстанымы айқын, белсенді жан, үйінде бос қарап отырған жоқ, кәсібі бар. Сондықтан қаладағы коммерциялық банкке жиі келіп тұрады. Бірақ ғимараттың ішіне кіру мұң екен, пандусы жоқ. Аяқ жолдардың биік жақтауынан асып өту қиын. Жүретін тротуарлардың өзінде ешқандай жағдай жоқ. Мұны қазірдің өзінде көріп тұрсыздар. Жол серігім артынан алып жүргеннің өзінде әрең жүрміз. Бұл болмаған жағдайда, бұл бала болмаса, мен мына жерден өте алмаймын. Биыл бұл жағдай біршама жақсаратын секілді. Ағымдағы жылы Шымкент қаласында 20 шақырым аяқ жол салынатын болады. Жұмыстар барысында мүгедектерге арналған жаңағы пандустар, жаңағы перилалар қойылатын болады. Сол жұмыстар аясында қаралатын болады бәрі. Одан өзге, арнайы комиссия керек деп тапқан жерге де арбаға таңулы жандар үшін ыңғайлы жағдай жасалады. Көлік жүретін жолдарда жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Қалада көшелер тарылып жатыр. Өйткені прок деген көп қалада. Көшенің бар ремонт. Биыл бюджеттен бөлінген қаржыға 142 нысанның құрылысы жүргізіледі. Облыстық маңызы бар 309 шақырым жол жөнделмек. Ал Шымкенттің ішіндегі көшелер кеңейтіледі. Сапасын қадағалау міндетті нәрсе. Әбдез Рахманұлы, Нұрмахан Мұсатов, қорытынды жаңалықтар, Оңтүстік Қазақстан облысы. Шығыс Қазақстанда жастар арасында тегін курстар өткізіле бастады. Бұл олардың жеке тірлік етіп, табыс табуына алғашқы сәтті қадам болып отыр. Бизнес әліппесін меңгергендердің алды шағын кәсіп ашып та үлгерген. Солардың бірі Дәурен Алханов. Мүмкіндігінің шектеулі екендігіне қарамастан көлік жөндеу шеберханасын ашқан. 2 жыл бұрын көлік апатынан кемтар болып қалса да, жігері жасыған жоқ. Бизнес жоспар жасап, алғашқы қаржысыз көлік жөндеу орнын ашты. Енді міне бизнес бастағысы келетін жастарға тренинг өткізіп жүр. Болашақта мүгедектерге арналған жаттығу залында ашпақ. Тіпті бұл бизнес жоспарға халықаралық қайырымдылық қоры 3 миллион теңге грант беруге дайын екен. Отыра берсем, маған ешкім көмектеспейді ғой. Сол үшін мен өз үлесімді қосып, осындай жаттығу залын ашайын деп жатырмыз. Қарағандағы нөмір 3 жылу электр орталығында жаңа турбо генератор іске қосылды. Осылайша сағатына 110 мегаватт тоқ көзін және 180 гигакалория жылу өндіретін турбина келешекте қаладағы энергия тапшылығын азайтуға мүмкіндік бермек. Құны 185 миллион доллар болатын ірі жобаның басым бөлігін Қазақстанның даму банкі қаржыландырып отыр. Жаңа турбинаның мүмкіндіктерімен аймақтағы тілшіміз Ардақ Асылханұлы да танысып қайтты. Өндірісі өрге басқан кенді өлкеде электр қуатының тапшылығы орташа есеппен 350 мегаватты құрайды. Жүздеген зауыт фабрикалармен жыл сайын салынып жатқан тұрғын үйлерді тоқ көзімен қамтамасыз ету үшін қаладағы жылу электр орталығының қуаты жетпейтін. Осыған орай қосымша турбогенератор салу ісі 4 жыл бұрын қолға алынған еді. Банк развития Казахстана в 2012 году. Қазақстанның даму банкі 2012 жылы 200 миллион доллар көлемінде несие желісін ашу жөнінде келісім шартқа қол қойған болатын. Осы құжат аясында қажетті қаржымен банк кепілдігі беріліп, міне 4 жылдан соң жоба сәтті жүзеге асты. Инновациялық жоба құны 185 миллион ақш долларын құрайды. Жаңа турбина сағатына 115 мегаватт тоқ көзін және 180 гигакалория жылу өндіреді. Бұл қуат көзі ауадай қажет индустриалды Қарағанды өңірі үшін аса тиімді жоба дейді облыс әкімі. Бұл жаңадан қосылып жатқан энергоблок бізге ары қарай шағын және орта бизнесті, ірі бизнесті ары қарай дамыту жаңа мүмкіншілік туғызып жатыр. Өйткені осы станцияның қасындағы
мына арнайы экономикалық зонында жаңадан салынатын ірі заводтарға өзінің жаңағы электр қуатын жіберуге мүмкіншілік бар. Жаңа жоба 55 адамды еңбекпен қамтып отыр. Сала мамандарының айтуынша 2020 жылға дейін орталықта тағы да бір, яғни 7-ші турбогенераторды іске қосу жоспарда. Ардақ Асылханұлы, Сайлау Игіліков, Әсет Асайынов, қорытынды жаңалықтар, Қарағанды облысынан. Хабарымыз жалғастырамыз. Қазақтың Дархан даласында шөптесін өсімдіктің алуан түрі бар. Солардың арасында дәрілік, әсемдік, жабай және мал азықтық сынды шөп түрлері бар. Бүгінде осы шөптерді ғылыми түрде өсіріп, тұқымын тақырланып бара жатқан аймақтарға егу бастамасы қолға алынып отыр. Алматы облысындағы іске асып жатқан игілікті жобамен танысып, шөп туралы көп мәлімет білген тілшіміз баяндасын. Бетеге мал азығы үшін берекелі өсімдік. Өнімділігі жоғары, кәдімгі бетегенің 10 келі пішенінде 50-ден астам азық өлшемі 5 келі сіңімді протеин болады. Күтім талғамайды, табиғаттың ыстық суығына өте төзімді келеді. Бетегені белсенді өсіру Қазақтың мал шаруашылығы және жемшөп өндірісі ғылыми зерттеу институтының жақсы бастамасы. Малға аса пайдалы болғандықтан соны зерттеп, сұрыптау жұмыстарын жүргізіп, жаңа сорттарын шығарды. Кемер, толағай, шарапат, талаптан деген сорттары шықты. Бұл сорттар мына шабындық ретінде қолдануға болады. Мысалы гектарынан 15-20 центнер, жаңа сорттар 40 центнерге дейін шөп береді. Жалпы бетеге еліміздің барлық аймағында кең тараған, ол ерте көктемде малға аса қажетті құнарлы шөп саналады. Бетеге мен изенге жайылған қой қоңды келеді, тез семіреді. Бетегені белсенді өсірудегі мақсат біреу, мал шаруашылығы үшін жемшөп өндірісін дамыту. Қазақ даласында 5000-нен астам өсімдік шөптің түрі бар, соның тек 500 ғана мал азықтық болып саналады. Мысалы, бір ғана жусанның елімізде 28 түрі өседі. Ал мал азығы үшін аса құнарлы саналатын берекелі бетегенің 48 түрі анықталған. Бетегеден биік жусаннан аласа деп изен шөбін айтуға болады. Сырт келбеті жусанға ұқсас, табиғатта кең тараған, жалпы изеннің Солтүстік Америка, Еуропа мен Азияда өсетін 80 түрінің елімізде 2 түрі бар. Изен малдың ас қорыту жұмысын жақсартады. Оның құрамында ақуыз көп. Болашақта біз изеннің жайылымдық және мал азықтық түрлерін өсіруді мақсат етіп отырмыз. Изен 15-20 маусымда толық пісіп жетіледі. Тамыз айында оны 2-ші мәрте шауып алуға болады. Құнарлы өсімдік құрамында түрлі дәрумендер бар. 1 гектар жерден 32-40 центнерге дейін өнім алуға болады. Ғалымдар белсенді өсіріп жатқан бетеге, изен мен еркек шөптің елімізде таралу ауқымы кең, бірақ кейінгі кезде шалғындық жерлер азайып, тақырлану ұлғайып барады. Сондықтан осында өсірілген шөп тұқымдарын шаруа қожалықтарына беру арқылы жайылымды жер аумағын арттыру көзделіп отыр. Қазіргі кезде институт ғалымдары құнарлы шөп тұқымдарын Қарағанды мен Алматы облысы шаруаларына жіберген. Сөйтіп, тұқым шаруашылығын бірізге қоймақ ниетте. Алмас Садуақас, Ерлан Шалбаев, қорытынды жаңалықтар, Алматы облысынан. Жаңалықтар легін арнамыздың сайтынан да көре аласыздар. Ақпараттар ағында хабармен бірге болайық ағайын.